Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді, өте жеңіл, әрі оңай дайын болатын торттың рецептімен бөлісемін. Бұл тортымыз птичье молоко деп аталады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Біздің бисквитімізге қажетті заттар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып аламыз. Енді үстіне шекерді салып, венчикпен араластырамыз. Араластырып алдық. Енді үстіне ұн, какао және қопсытқышымызды саламыз. Осылай електің көмегімен елеп салып алыңыздар. Енді үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз және ерітілген сары майды құямыз. Тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Міне, осындай масса шығуы қажет. Енді табамызға салуымыз қажет. Мына жерде, егер сіздерде пергамент қағаз болмаса, мен секілді май жағып және үстіне крахмал сепсеңіздер болады табаның. Сонда біздің тестамыз жабысып қалмайды. Осылай пісіруге де болады. Үстіне тестамызды құямыз. Бір тегіс етіп жайып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді біз арасындағы суфлемізді дайындаймыз. Желатинді суға салып 10 минутқа қойып қоямыз. Желатиндеріміз ісінуі қажет. Енді жұмыртқаның ағын құрғақ ыдысымызға салып, үстіне сахарный пудрамыздың жартысын саламыз. Және миксердің ең жай жылдамдығынан бастап, ең жоғарғы жылдамдығына дейін миксерлейміз. Міне осылай көпіршіп ағара бастайды. Сол кезде қалған сахарный пудрамызды саламыз. Тағы да біздің массамыз 2-3 есе көбейгенге дейін миксерлейміз. Міне осындай болып көбеюі қажет. Енді үстіне желатинді құямыз. Тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің желатиніміз жұмыртқалы массамен жақсы араласуы қажет. Суыған коржымызды осындай арнайы кольцоға салып аламыз. Шеттеріне осындай пленка қойсаңыздар болады. Енді үстіне суфлемізді құямыз. Толықтай барлығын құямыз. Бетін кішкене тегістеп, холодильникке 1,5-2 сағатқа қойып аламыз. Суфлеміз біздің қатаюы қажет. Бір 1,5-2 сағат өткеннен кейін біз үстіндегі глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сливкиді ертіп аламыз. Мен микроволновкада ертіп алдым. Міне, біздің суфлеміз де дайын болды. Енді үстіне суытылған шоколадтарымызды құямыз.
Міне осылай бір тегіс етіп жайып аламыз, тағы да 10-15 минут холодильникке қоямыз. Міне біздің птичье молоко тортымыз дайын. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Егер сіздерге осы рецепт ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, лайк қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар.